Бәріне сәлем, сендермен бірге тағы да Мерей. Барлығымыз білетін қаңтар ұбт-ға небәрі 55 күн қалды. Бірақ бүгіннен бастап кішкентай қадам жасасаң, нәтижеге жету де жақындайды. Енді бізде осы Бекбелес оқу орталығының оқушылары біледі. Бізде арнайы тест платформасы бар. Ол платформа жайлы біз аккаунтта да өте көп видеоларда бөліскен болатынбыз. Оқушылардың қалай ол платформа арқылы дайындалатын, және сол жайлы бүгін толығырақ айтып кететін боламыз. Енді бізде Бекбелес оқу орталығында оқымайтын немесе енді келейіндеп жатқан оқушылар үшін. Бізде барлық Бекбелес оқу орталығының оқушыларында дәл осы платформада өздерінің аккаунттары бар, яғни сол профиль арқылы кіріп, оқушылар апта сайын қорытынды тесттер тапсырады. Бізде басты бет, мына жерде қош келдіңіз Мерей деп тұр. Мына жерде бізде барлық комбинациялардың тесттері құрастырылған. Мысалға айта кететін болсақ, география ағылшын тілі 10-шы нұсқа, география ағылшын тілі 4-ші нұсқа. Мына жерде бізде математика, информатика, яғни информат комбинацияларына арналған. Яғни бұл жерде бізде барлық комбинацияларға, яғни ұбт-да келетін барлық комбинацияларға арналған. Бізде бұл жерде нұсқа тесттері, яғни оқушылар бірінші нұсқадан бастайды. Біздің оқушылар дәл қазір 11-ші нұсқаға келіп жетті. Яғни біздің оқушылары 10 сынақ тестін тапсырды деген сөз. Мына жерде міне менің нәтижелерім деген бетке өтетін болсақ, бұл жерде біздің оқушылардың өздерінің тапсырған тесттері шығады. Мысалға мына жерде бізде қазақ тілі және әдебиеті бойынша бірінші тест тапсырылған екен бұл аккаунтта. Бұл менің жай ғана осы видео түсіруге арналған аккаунт болғандықтан мен басқа тесттерді тапсырмаймын. Бұл жерде бізде қарасаңыздар барлық пән, мысалға 2 бейіндік пән, Қазақстан тарихы, матем сауаттылық және де оқу сауаттылығы. Бұл жерде оқушылары осылай кірген кезінде, мысалға бірінші сұраққа дұрыс жауап беріппін, Е жауабы болады. Бұл жерде яғни осы мәтінді оқу арқылы жауап беріледі. Мына жерде бізде дұрыс болса, яғни 1 балл екені сразу көрініп тұрады. Оқушылар осы арқылы қай сұрақтан қанша балл алатыны жайлы сразу көре алады, яғни бірден көре алады. Енді келесі бізде ең бастысы аналитика. Яғни аналитика дегеніміз не? Бұл әрбір оқушының осы тесттер бойынша қай тұсы мықты болып жатқанын, қай пәннен әлсіз болып жатқаны туралы толығырақ, прям полностью көрсетіп тұрады мына жерде ше. Оқу жетістігі аналитикасы деп аталады бұл жерде. Бұл платформаға тіркелу ақылы, бірақ Бекбелес оқу орталығының оқушыларына осы тест платформасына тіркелу тегін. Яғни Бекбелес оқу орталығының оқушыларының барлығы дәл осы платформада бар деген сөз. Ал енді оқушылар осы қалған 55 күнді максималды түрде пайдалы өткізудің лайфхактарымен айтып кететін боламыз. Бірінші лайфхак бізде пәндерді 3 блокқа бөлу болып келеді. Яғни 3 блокқа бөлу дегеніміз бізде тапсыратын, яғни ұбт-дан тапсыратын 5 пәнді 3 блокқа бөліп шығамыз. Оларды қалай бөлеміз? Күшті пәндер, орташа меңгерген пәндер және де әлсіз пәндер деп. Бұлай бөлудің пайдасы неде? Мысалға айта кететін болсақ, сенің бірінші бейіндік пәнің информатика мен Қазақстан тарихын мықты болуы мүмкін, иә? Сен ол 2 сабақтан да нәтижелерің өте жоғары, тесттен де өте жоғары алып жүрсің. Яғни жаңа мен айтып кеткен тест платформасының аналитика бөлімінен қарап, дәл осылай 3 блокқа бөліп шығамыз, иә? Ал екінші блок бізде орташа меңгерген пәндер дедім, иә? Мысалға орташа меңгерген пәндерге математика мен оқу сауаттылығы, иә? Сен мәтінді жақсы оқисың, сен сұрақтарға көбірек дұрыс жауап бересің. Мысалға айтатын болсақ, 10-нан 7, 6, яғни орташа балл алып жүрсің. Енді бізде үшінші блок, яғни әлсіз пәндер. Ол жерде мысалға сенің матем сауаттылығынан әлсіз болуы мүмкін, иә? Яғни бізде матем сауаттылығы енді логикалық есептер ғой. Сен сол әлсіз пәніңді, яғни көбірек сол әлсіз пәнмен жұмыс істеуің керек. Ал орташа пәнді, яғни сенің көңілің толатындай, яғни ұбт-ға дайынмын дейтін нәтижеге дейін көтересің. Ал күшті пәндеріңді дәл сол қалыпта орташа және әлсіз пәнге түсіріп алмай, әрі қарай дамыта бересің, иә? Ал енді бізде екінші лайфхак, күнімізді 3 кезеңге бөлеміз. Соны қалай бөлеміз? Негізі ғалымдардың айтуы бойынша адам миы таңғы 7-ден түскі сағат 11-ге дейін және кешкі сағат 8-ден түнгі сағат 11-ге дейін ақпаратты өте жақсы қабылдап, өте тез меңгеріп, оны есте сақтап қалады екен, иә? Яғни бізде азанғы уақытта сағат 7 мен 11 аралығында кешегі өтілген тақырыптарды қорытындылап, тест сұрақтарынан өтіп, көз істеп, кітап оқып, яғни миымыз тыныш кезінде азанғы уақытта сабақ оқыған өте пайдалы. Ал түскі уақытта, яғни біз енді 11 мен 8-дің арасында бос уақыт бар ғой, дұрыс па? Ол уақытта біздің Бекбелес оқу орталығының оқушылары сол орталықта, яғни курста болады, сағат 3 пен 6 аралығында, 6-15 аралығында.
Ал енді кешкі сағат 8-ден 11-ге дейін бүгінгі өтілген тақырыпты қорытындылап, ертеңгі өтетін тақырыпқа дайындалып, зачетқа дайындалып, яғни миымыз сол уақытта өте қатты жұмыс істейді екен. Осыны ұмытпаңдар. Ал енді бізде үшінші лайфхак, ол бізде әрине жоспар құру. Қазіргі уақытта көп оқушылар жоспарсыз жүреді. Жоспарсыз жүрген адам ештеңеге үлгермейді. Мысалға айта кететін болсақ, сендер күнделікті бір уақытта тамақ ішесіңдер, бір уақытта ұйықтайсыңдар, мысалға бір уақытта мектепке барасыңдар деген сияқты, бізде жоспарды солай әдетке айналдыруымыз қажет. Мысалға айта кететін болсақ, мына уақытта мен мына пәнді оқимын, мына уақытта мына пәннен мынанша параграф оқимын, мына уақытта мынадан квиз тапсырамын деген сияқты біз үнемі жоспармен жүруіміз керек қой, жалпы айтқанда ше. Мысалға, мен мына уақытта тұрып тамақ іштім бе, ол жерде бізде жоспар құру деген жалпы жай ғана мына уақытта мына пәнді оқимын деген сияқты емес. Яғни біз ұйқыдан көзімізді ашқаннан бастап біздің телефонымызда, мысалы енді параққа жазыңдар деп айтпаймын, хотя бы сол телефондағы заметкиді алып алып, полный күніңді жоспарла. Бір күн алдын отыр, асықпай, ертеңгі күніңді жоспарлауға ары кетсе 10 минут кетеді. Менің өзіме 10 минут деген бір аптаны жоспарлауға жетеді ғой, былай айтқанда. Сендер сол заметкиді ашасыңдар, мысалға ертең мен мына уақытта тұрамын, мына уақытта тұрып, мына уақыттан тест істеймін, әрі қарай мынаны істеймін. Яғни ол бізде жоспар құру деген, мына уақытта мына параграфты оқимын, мына уақытта мынандай деген емес. Ол жерде бізде арасында тамақ ішу бар, біздің мектепке баратын уақытымыз бар. Мысалы айтатын болсақ, сен оның арасында демаласың, осының барлығы бізде жоспарда болу қажет. Яғни үнемі жоспармен жүру керек. Мына уақытта мына пәнді оқимын, мына уақытта мына пәнді оқимын деген ол бізде жоспарға жатпайды. Бұрын сендер анау 5-6 класс кездерінде жазған жоспарларың, қазір сендер оны істете алмайсыңдар. Сендер мысалға күнделікті только сабақ оқып, только кітап оқи бермейсіңдер ғой. Сендер ол жерде ұйықтайтын уақыттарың бар, тамақ ішетін уақыттарың бар, мектепке баратын уақыттарың бар. Оның арасында сендер өздеріңе кішкене үзіліс жасайсыңдар, дұрыс па? Сендер курсқа келетін уақыттарың бар. Соның барлығын от и до бір күн бұрын кешке отырып, 10 минут уақытыңды бөліп, жоспар құрсаң, ертеңгі күніңде сен 24 сағатты 48 сағат секілді 2 есе көбірек істете аласың деген сөз ғой, жалпы айтқанда. Вот ең маңызды секрет. Ал енді бізде төртінші лайфхак, ол бізде қатемен жұмыс. Яғни бұл сөз енді біздің оқу орталығының оқушыларына өте таныс сөз деп айта аламын. Яғни қатемен жұмыс деген біздің ұбт-ға дайындық жолымыздағы ең маңызды функция деймін ба. Мысалға айта кететін болсақ, машина бензинсіз жүрмейді ғой. Бұл да дәл осы сияқты. Қатемен жұмыс істемеген адам ұбт-дан жоғары балл жинай алмайды. Никак. Яғни бізде әр осы апта сайын біз нұсқа талдаулардан өтілген нұсқа тесттерін тапсырамыз ғой, платформадан. Содан өтілген тақырыптарының барлығына қатемен жұмыс жасап, арнайы дәптер арнайсыңдар. Қазір 1 минут. Міне, біздің оқу орталығының оқушыларында дәл осындай дәптер бар. Міне, ұбт, қатемен жұмыс, геомат комбинациясы. Мына жерде бізде мысалға, бұл бізде бірінші нұсқа талдаудың қатемен жұмысы, яғни мына жерде бізде Қазақстан тарихынан әрбір сұрақтың басын осылай арнайы штрихтаймыз, ал керек жауаптарын мысалы жасылмен жазсаң, ол сенің көзіңе де тез түседі, есте сақтауыңа да көмектеседі. Осылай қатемен жұмысты үнемі жазып жүрген оқушы ғана нағыз ұбт-дан жоғары балл алатын оқушы болады. Енді бізде 5-ші лайфхак, ол бізде бір аптада бір мақсат деп аталады. Яғни ол былай жеңіл естілгенмен, бұл өте маңызды зат. Мысалға айта кететін болсақ, бүгін дүйсенбі, мысалға мен осы жұмаға дейін немесе осы сенбіге дейін мен географиядан 10 тақырып оқимын. Если 10 тақырып көп десең, 5 тақырып оқы. Ең бастысы ол бізде бір аптада өзімізге мақсат қоя білу. Яғни мен осы аптада осыны меңгеремін, және сен сол сенбіге дейін сенің ойыңда сол фильтр қалыптасады. Сол фильтрден кейін сен сол мақсатыңа жетемін деп күндіз-түні оқу арқылы сен өз миыңмен келісе отырып мықты жұмыс жасайсың. Ал енді бізде 6-шы лайфхак, ол бізде әлеуметтік желіге фильтр қою деп аталады. Яғни фильтр деген енді көбісі түсінбейді. Андай судан өткізетін фильтр деп ойлап жүрмеңдер, басқа нәрсе. Яғни бізде әлеуметтік желіге көп оқушылар қазір енді білесіңдер, TikTokқа бір кірген адам шыға алмай қалады. Енді ол жақта неше түрлі қызық видеолар көресің, кино көріп қалады, алдына мультфильм шығып қалады, сонымен соны қарап отырып қалып, сен ұзақ уақытыңды просто так пусто өткізіп аласың. Одан қарағанда сен осы телефонда таймер бар ғой, енді барлығыңда енді домашний телефонмен жүретін адам жоқ шығар. Сол барлығың телефондарында таймер бар ғой, сол таймерді алда 25 минутқа қойда TikTokқа кір, пожалуйста. Бірақ сол таймер шырылдаған кезінде сен TikToктан шығып,
өз фокусыңды сабаққа қарай қоюың керек. Яғни сен оны будильникті қойына қойып алып оны тағы 25 минутқа ұзартып отыра беретін болсаң, сен яғни не өз-өзіңді басқара алмайсың, не басқаларды басқара алмайсың деген сөз болады ол жерде. Яғни өзін жөндемеген адам, яғни өзінің айтқан сөзінде тұра алмайтын адам өмірде де жолы болмайды. Ал енді бізде 8-ші лайфхакқа келіп қалыппыз. 8-ші лайфхак ол бізде тоқтамау. Яғни сабақ оқып отырып, енді сен миың шаршайды, сен робот емессің, түсінемін. Сен сабақ оқып отырып шаршаған кезінде, ол просто так бір жерге барып бүйтіп отыру, немесе барып ұйықтай салу деген сөз емес. Адам шаршаған кезінде қасында ноутбук бар, телефон бар, телевизор бар, любой нәрсені аш та қызықты подкаст қойып қой. Мысалға қазір не көп пайдалы подкасттар көп, үлгеру жайлы, ұбт жайлы, немесе мысалға Қазақстан тарихы барлығын тапсырасыңдар ғой. ұбт-ға кіретін адам бір Қазақстан тарихынан бір қазақша бір бұрынғы мысалға ұлы даласының бір киноларын қосып қой. Сосын өзіңе тоже фильтр қой. Мысалға шаршадың ба? Мысалға мен қазір осы киноның, мысалға Жау жүрек мың баланың 40 минутын көремін, бітіремін, әрі қарай фокусымды алып сабаққа қоямын, ертесіне тағы 40 минутын көремін деген сияқты. Мысалы енді бізде ол примерно бір 2-2,5 сағат кино ғой. Яғни сен соны бір аптаға бөлесің, сен заодно Қазақстан тарихты кино көру арқылы және мына жақтан сабақ оқу арқылы Қазақстан тарихы сенде комбо болады да, сен науски оқушы болып шығасың ғой. Ал енді біз ең соңындағы маңызды 2 лайфхакқа келіп қалыппыз. Оның бірі бізде мотивация деп аталады. Яғни сен күнделікті оқып жүре берсең, яғни өз-өзіңді марапаттамасаң, өз-өзіңе мақтау айтпасаң, сенде жалпы мотивация деген түсіп кетеді. Яғни ұбт кезінде жалпы адам үлкен жолға түстіңдер ғой, яғни сендер дәл сол жолда. Мотивация деген ең маңыздылықтардың бірі. Сен бір тақырыпты, бір параграфты оқып бітсең де өз-өзіңе мотивация беруің керек. Өз-өзіңе мотивация бере алмайтындар бар. Мысалға ше, көбінесе балдар арасында болады ғой, ютубқа кір, подкаст, мотивация деп жаз, саған деген неше түрлі мотивациялар айтып береді коучтар. Ал және енді ең соңғы лайфхак бізде ол ең басты тұрақтылық. Яғни мысалға воскресенье күні, мысалы жексенбі күні сен полный оқып толық дайындалып қалған 3-4 күн бойы сен оқымай жүру деген болмайды. Наоборот, сен сол оқитын заттарыңды, сол оқитын жұмысыңды бөл. Планмен, жаңа айттым ғой, планмен жүрсең ғана сенде тұрақтылық пайда болады, сенде мотивация пайда болады, сенде сабақ оқуға деген желание, жалпы общем айтқан кезде сен смело күшті бағалап шығасың ғой.